Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз Батыс Қазақстан арқылы Каспий теңізіне саяхатқа шығамыз. Бұл өлке табиғатының сұлулығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Таңғажайып пейзаждар әлемнің түкпір-түкпіріндегі туристердің қызығушылығын оятуда. Бұл жердің көрінісіне қарап, Марс планетасы еске түседі. Каспийдегі ең әдемі орынның бірі көгілдір шығанақ. Алтын құм, мөлдір су, таза ауасына бола бұл жер Каспийдің інжу маржаны аталып кеткен. Жаз бойы мұнда керемет ауа райы сақталады. Көгілдір шығанақ Ақтаудан 40 шақырым жерде орналасқан. Жағажай толығымен жабайы болғанымен, туристер мен жергілікті тұрғындар арасында өте танымал. Көгілдір шығанақ шынымен де Каспий теңізінің сәнін келтіріп тұр. Шығанақтың көгілдір деп аталуында өз себебі бар. Қысы жазы су көгілдір түске еніп, көздің жауын алып жатады. Жергілікті теңіз ауасында озон көп болғандықтан, ол көп деген аурулардан арылуға көмектеседі. Жағажайдан алыс емес жерде шайтан саусақ деп аталып кеткен жартас бар. Аңыз бойынша жартасқа белгілі бір бұрыштан қарап, баяу қозғала бастасаңыз, әртүрлі эмоцияға толы адам бетінің сұлбасын көруге болады. Осы жағалауды мекендеген халықтардың 3000 жылдық тарихында теңіздің атауы Гирган, Джурджан, Хвалн, Хазар, Сихай теңізі деп 60 рет өзгертілген. Бұл туралы алғашқы жазба Авестаның біздің дәуірімізге дейінгі 1200 жылдардағы қасиетті кітаптарында кездеседі. Ежелгі уақытта бұл құдіретті Тетис мұхитының түбі болатын. Бұл жердің қалыптасуына табиғи апаттар мен катаклизмдер ықпал етті. Нәтижесінде жерорта теңізі мен Сарматтың шекарасын белгілеген Альпі таулары пайда болды. Көп жылдардан кейін ежелгі Сармат теңізі су айдындарының үлкен желісіне айналды. Оның екеуі дербес теңіздер, Қара теңіз және Каспий теңізі болып қалыптасты. Гомер өз өлеңдерінде күн тоғанын жырлаған. Кейбір ғалымдардың пікірінше, ақын қазіргі Каспий теңізінің аймағын, яғни Грекиядағы Кіші Азияға дейінгі шығыстағы өзі өмір сүрген жерді өлеңге қосқан. Айтпақшы, Каспий теңізі жылқы өсіруші тайпалар Каспийлердің атымен аталған. Олар біздің дәуірімізге дейін оңтүстік батыс жағалауда өмір сүрген. Бұл атау теңіздің гидрографикалық игерілуі басталған кезде бекітілді. Бұл жерлердің табиғаты алуан түрлі. Теңізде балықтың 115-тен астам түрі тіршілік етеді. Өсімдіктердің 728 түрі бар. Олардың кейбіреулері құрлықта, басқалары суда өмір сүреді. Фитопланктонның үлкен мөлшері балдырлардың теңіз және тұщы су түрлеріне бөлінеді. Каспий теңізінің маңында су ағындарының тазалығы мен айналымын қамтамасыз ететін көптеген тазарту қондырғылары бар. Каспий теңізінің ең таңғажайып құпияларының бірі солтүстіктегі итбалықтардың аз ғана түріне жататын Каспий итбалықтарының популяциясының көп болуы. Олар бұл аймаққа бір кездері солтүстік мұзды мұхиттан өзендер арқылы келді деп болжауға болады. Кейін мұхитпен байланысын жоғалтқан кезде Каспий әлемдегі ең үлкен ағынсыз көлге айналды. Дегенмен ғалымдар бүгінгі күнге дейін Каспий теңізін теңіз дейміз бе, әлде көл деп санау керек пе деп дауласып келеді. Әзірге олар ортақ шешімге келген жоқ. Бүгінгі таңда біздің алдымызда осынау табиғи сұлулықты сақтап, болашақ ұрпаққа аманат ету сияқты үлкен міндет тұр. Өкінішке орай, мұны елдің бәрі бірдей түсіне бермейді. Мұнда келген кейбір демалушылар арттарынан үйіп қоқыс тастап кетеді. Олар көгілдір шығанақтың Қазақстандағы ең жақсы 50 туристік орынның қатарына кіретінін естен шығарып алған сияқты. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларына рахмет. Енді келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. Гомер өз өлеңдерінде Каспий теңізін қалай атаған? Екінші сұрақ. Біздің заманымыздан бұрын Батыс Қазақстанда өмір сүрген жылқы өсіруші тайпалар қалай аталды? Үшінші сұрақ. Каспий теңізі қай қасиетті кітапта алғаш рет айтылған?